Мен оны түбірасты 25 деп алып, көбейтем түбірасты 36. 25-тен қанша шығады? Алинор? 5 шығады. 36-тан? Мен айтып жатыр, мына екеуін көбейтіп, одан кейін түбірді саннан түбір шығара алмаймыз. Міндетті түрде бұрыс бөлшекке айналдырып барып шығарамыз. Түсінікті ғой, 5-ші қасиет. 6-ші қасиет. Келесі. Берілген егерде түбірдің астында AN болатын болса, оның сыртында квадраты болатын болса, не секеді? Квадрат пен түбір қысқарып не қалады? AN қалады. Ал мысал 3-тің 4 дәрежесінің квадраты. Немене қысқарады? 3-тің 4 дәрежесі қанша? 80. Келесімен тағы да мынадай мысал берейін. Кейде түбірдің астына шықпай қалатын сандар болады. Шығады, бірақ периодтан шығып кетеді. Мысалы 27. Түбірден шыға ала ма? Шыға алмайды. Мұндай жағдайда біз көбейткішке жүктейміз. 27 қандай сандардың көбейтіндісі? Қандай сандардың көбейтіндісі? 9 бен 3-тің. 9-дан шыға ма? Яғни біреуі сыртқа шығу керек, біреуі үйде қалу керек деп ойлаңдаршы. 9-дан қанша шығады? 3-тен шықпайтын болғандықтан қалып кетеді. 9-дан 3 шықты. Ал 125-ті қандай санға көбейтіш есептеуге болады? 125. 25 пен 4. 25 пен 5. Кім қалады үйдің ішінде? 5 қалады. Үйден шығатын кім? 25-тен 5. Ал 48. Неменен көбейтісі? Түбірден кемінде біреуі түбірден шығу керек қой? 48. 92-ні 4-ші қасиет бойынша бөлек-бөлек түбірге аламыздағыны есептеулер жүргіземіз. 121-ден қанша шығады абылай? 11, молодец. 64-тен 8. 11 мен 8-дің көбейтіндісі? 88. Ол десе бітті, ары қарай шығады.